Армысыздар қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Жаңа жыл құтты болсын, берекелі, табысты жыл болсын. Маған өзіме әдемі басталып жатыр жаңа жыл. Бүгін жұмысқа келгем, бір апа кіріпті, орыс апа. Амандастым, саламатсыз ба дедім, жаңа жылыңызбен дедім, бірақ сәлемін алған жоқ. Өз тілінде болса да сәлемін алған жоқ, амандасқан жоқ маған. Дезодоранттар қайда тұрады деді, көрсеттім, ар жағыңызда тұрады деп барды, сол жерден өзім осын іздеп жүрген. Біраз сөйледі, енді іздеп жүрмін, біраз жерден қарап келе жатырмын, таба алмадым, мына бар екен ғой деп айтып жатыр. Сонымен бағасын сұрайды, мен 4000 теңге деймін. Сосын айтады, маған орыс тілінде орысша айт дейді. Мен орысша түсінбеймін дедім. Калькулятор бар ма дейді. Менде жоқ дедім. Сонымен ол кісі тарс еткізіп қойды да жолынып шығып кетіп қалды. Арасы 10 минут болған жоқ, бір қазақ баланы ертіп кіріпті. 18-20 жастағы жігіт енді. Сонымен сұра, мынау қанша тұрады деп жатыр. Мен айттым 4000 теңге тұрады. Ол бала таңғалып тұрмаған, түсініп тұрсыз ғой деген сияқты. Сонымен скидка сұра деді. Мен 3500 теңгеден алып жүрмін басқа жерден. Маған 3500-ға берсін деді. Мен айттым бере алмаймын дедім. Енді жаңағы сәлемін алмағаны бар, білмеймін, тырысып қалдым мен. Сонымен бере алмайым дедім. Сөйтіп Каспи номерін ашты, енді ол кісі түсінді, мен бермейтімді, скидка жасамайтынымды түсінді. Каспи номерді сұраған жоқ, мен қазақша айтам түсінбейді, ол ана балаға берді, аударым жасады. Сонымен ол кісі бұрқылдап кетіп қалды. Енді мен мақтаған жоқ, жақсы нәрсе айтқан жоқ, бұрқылдап кетті. Сонымен жаңа бала айтады, әпше дейді, сіз базарда жұмыс жасап тұрсыз, қалай сіз орыс тілін біліп тұрып, тіліңізді шығармай тұрсаңыз, қалай саудаңыз болады деп, қалай болмайды, болып тұр ғой, сені көшеден сүйреп алып келіп болып тұр ғой. Сені көшеден алып келіп алып атқан жоқ па осы товарды? Құдайдың құдіреті деймін да, мына 20 метр жерде склады бар, мына фирманың негізі. Қазір мына жерде 20 метрден кейін магазині бар осының. Ашылмаған ғой, сол ашылмаған. Мына ашылған магазиндерде бұны таппаған. Бұл менде жаңа жылдың алдында кірген товар, негізі екі тал қалған болатын. Сонымен енді мен айтып жатырмын, ол апам қартайған шағында қазақ тілінен травма алып қалды ау деп, алсын, алғаны дұрыс. Енді біз осы уақытқа дейін ол кісіден ешкім талап етпеген болып тұр, қазақ тілінде ешкім талап етпеген болып тұр. Қараңыз, жасы 60-қа келген кісі, 60 жыл Қазақстанда өмір сүрген кезде бір саламатсыз ба дегенге жауап қайтаруды білмесе, бір 10-ға дейін қазақша сан жаттап алмаса, ол ешкім талап етпеген ол кісіден қазақ тілін. Талап етпегеннен кейін ол кісіде қажеттілік туындамаған. Енді мен ойлаймын, мүмкін ол кісі үйіне барғанда бала шағасына айтатын шығар, қазақтар талап етіп жатыр қазақ тілін. Болмағанда бір-екі ауыз сөз болса да үйреніңдер деген сияқты. Осындай жағдай болды, бүгін басымнан өтті деген сияқты. Кішкентай болса да, сіздерді білмеймін, мен үшін енді қақылдап жүргенімізде біраз уақыт болды ғой, қазақ тілі деп, мен үшін кәдімгідей үлкен бір жетістік. Жылдың басы осылай басталып жатқанына өзім қуанып отырмын. Негізі таксовать ететін кісілерге де мен айтқым келеді. Каспи номер айтқан кезде қазақша айтыңыздар. Ол кісілер түсінеді. Түсінбесе қасындағы адамнан сұрап алады. Одан кейін барып ойлана бастайды. Бір 10-ға дейін сан жаттап алайын мен қазақша. Қазақстан ғой, бәрібір талап етеді екен ғой қазақтар деген сияқты. Солай өзімізден бастасақ, ақырын бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Сондықтан ана тіліңізде сөйлеп жүріңіздер, қазақша сөйлеп жүріңіздер, жүрген жеріңізде талап етіп жүріңіздер қазақ тілін. Бұйыртса, таза қазақша сөйлейтін, ана тілінде сөйлейтін мемлекет боламыз. Күндеріңіз сәтті болсын.